сәлем достар, мен бұл видеода осы корей тілі хангуго 1-1 кітаптағы яғни чогып кітабына өтетін сол кітаптың мазмұнын түсіндірмекшімін, айтып өтпекшімін. Жалпы осы кітапта өтетін сабақтар жайлы айтып өтемін. Біріншісі ол біз бірінші бөлімде өзіміз аттарымызды және қай жақтан екенімізді айтып үйренеміз. Осы елдерге байланысты сөздер болады. Екіншісі, біз жалпы міне сабақтың тақырыбы мынау өтетін грамматикалар, ережелер және мынау өтетін тапсырмалар, ал мынау сол өтетін жаңа сөздер осыған байланысты болады. Екінші сабақта біз мамандықтар, кәсіп иелері туралы өтеміз. Үшінші сабақта заттардың атын айтып үйренеміз. Төртінші сабақта орын, белгілі жерлердің аттарын айтып үйренеміз. Мысалы, кітапхана, мектеп деген орындар. Одан кейін біз телефон номерді сұрап, және оған жауап беріп айтып үйренеміз. Сандардың бірінші бөліміндеміз. Одан кейін қазіргі уақытта жасап жатқан істер, жатқан іс-қимылдарды туралы айтып үйренеміз. Мына жерде мысалы қазақшаға айтып аударып жазып қойдым. Одан кейінгі 7-12 сабақта арасында етістіктерді өтеміз. Екінші бөлімін жаңа қазіргі уақытта істеп жатқан етістіктер жайлы. Одан кейін заттың бағасын сұрап, оған жауап беріп үйренеміз. Міне сандар және заттардың бірліктері, ақшалар жайлы өтеміз. 9-шы сабақта уақытта күндерді жайлы күндерді айтып үйренеміз. Одан кейін пужон, пёхён, саямхаги, пужон деген қарсылықты білдіретін, қарама-қарсы сан нәрселерді мағынаны білдіретін сөздерді, мысалы бір нәрсе жасау, ан болса жасамау деген сияқты, жақсы көру, жақсы көрмеу деген сияқты сөздерді өтеміз. Етістіктердің 3-ші бөлімі. Одан кейін санте пиханхаги деген бір нәрсенің қазіргі жағдайын, нәрсесін, мысалы қазір қандай, жақсы ма, жаман ба деген сияқты, или тар, үлкен, кіші, алыс, жақын деген сияқты бір сипатын, нәрсесін, жағдайын айтуды үйренеміз. Бірінші сын есімдердің бірінші тобын өтедегенбіз. Пужон пёхён бұл жерде де жианта және қарама-қарсы мағынаны білдіретін грамматиканы өтеміз. Етістік пен сын есімге жақсы істеу, істемеу, ұзын, ұзын емес деген сияқты. Одан кейінгі 12-ші соңғы сабақта өткен шақта жасалған істер жайлы айтып үйренеміз. Және уақыттың уақытқа арналған сөздер 2-ші бөлімін өтеміз. Міне қазақшаға аудардым осы сөздерді. Жалпы осы бірінші бастапқы деңгейдің бірінші кітабында осындай жайлы өтеміз. Екінші кітапта бізде үлкенірек 16 сабақтан тұрады. 16 ондық. Ал жақсы, келесі бөлімде кездескенше. Рахмет.